Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен барша мемлекетте танымал болған, хит болған және ең дәмді бөлкелердің бірі болып саналатын синнабонды жасайтын боламыз. Және оның арасына макты сүтпен қайнатып, ерекше етіп дайындау жолымен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтті және оның үстіне қант қосып, тұз қосып, жұмыртқаларымызды жарып қосып аламыз. Және ерітілген сұйық май барлығын жақсылап араластырып, ұнды аз-аздан қоса отырып, илеп дайындап алатын боламыз. Және құрғақ ашытқыны ұнға қоса отырып, қамырымызды илейтін боламыз. Қамырымызды осылай илеп дайындап аламыз. Сондай жұмсақ, нәзік қамырлардың бірі болып шығады. Енді дайын болған қамырымызды бетін жауып, 1,5-2 сағаттай уақытқа көтерілгенше қалдыратын боламыз. Енді біз осы уақытта арасындағы салмасын дайындайтын боламыз. Сүтке қант салып және макты салып, жақсылап қайнағанша араластырып, сүтіміз тартылғанша жақсылап жай отта қайнататын боламыз. Бұл сүтпен дайындаған кезде мак деген ерекше дәмді болып, салмасы өзгеше дәмді болып шығады. Сүті тартылған уақытта газды өшіріп, майымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Міне осылай дайын болады. Енді біздің қамырымыз осы уақытта көтерілді. Осындай әдемі болып көтеріледі. Енді ұн сеуіп, қамырымызды әдемілеп жайып алатын боламыз. Төрт бұрышты етіп осылай икемдеп аламыз да, енді оның арасына дайындаған салмамызды осылай салып алатын боламыз. Барлық жеріне жеткізіп, жағып шығамыз. Міне дайын болған соң, оны осылай нығыздап, орап шығатын боламыз. Осылай орап дайындап алдық. Енді табамызды майлап, барлығын осылай кесіп, қойып шығатын боламыз. Пышақпен де бір тегіс әдемі болып кесіледі. Осылай барлығын кесіп, салып шығатын боламыз. Табамызға жайғастырып аламыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минутта пісіріп алатын боламыз. Қып-қызыл әдемі болып пісіп шықты. Енді осының бетіне помадкасын, кремін дайындайтын боламыз. Өте қолжетімді қаймақ пен қант ұнтағы екеуін араластырып, синнабондардың бетіне жағып шығатын боламыз. Өте өзгеше, дәмді және барлығы да қолжетімді заттардан дайындалады. Міне дайын болды. Міндетті түрде менің рецептім бойынша жасап көріңіздер.
өте қолжетімді және макпен өте ерекше дәмді болып шығатыны сөзсіз. Барлық жанды өзіне ғашық ететін сондай өзгеше синнабондардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Сандуғаш Әбдіқұлқызы. Міндетті түрде менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.